Абайдың 19-шы қара сөзі. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, танып, ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Мұндай сөзді естігенше шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғырттанып, естісе не естіген жерін қайта қайырып сұрап, ұғайын деп түсінбесе, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп естімей не керек? Осындай сөз танымайтын елге сөз айтқанша, өзіңді ұғатын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады.